Мәлік Отарбаевтың «Шамнан ұшқан шағала» әңгімесінен. Кеме құрылы өзге түгілі өзіне ештеңе естіртпей даусы тұншығып шықса да, жас жігіт жан дүниесін ерекше тебіренткен теңіздің қаракөк толқындармен бірге толқып, хе-хе-хей деп қуана айқай салды. Бір-бірімен жарыса жерге қарсы ұшқан шағала құстар қиқуа-қиқу қосып, біресе көкке самғап, біресе төменге шүйілгіп кеткендей болды. Бала кезінде таудай бол деп талабын ұштаған аталардың ақ батасымен тауға қарап, ер жеткен жігіт емес пе? Ол өзінің туған жеріндегі Тәңіртаудың қарлы шынарына шыққан кезде дәл осылай айқай салушы еді. Төлеген енді тезірек жағаға жетіп, Стамбулдағы Сүлеймен мешітіндегі намаз оқуға асықты. Көңіліндегі үлгермек қалмас па екен дегендей алаңдаушылық та бар. Құлшылық ибадатын атқарған соң мешітке қарама-қарсы орналасқан Ерзи жанлы Алибаба асханасына тамақтанып алуды да іште ойластырып қойды. Алып қалаға білім алуға келгелі бері әр аптаның соңында ол тарихи жерлерді аралауды әдетке айналдырғанда. Босфор бұғазының Азия жағалауынан кемеге мініп, осында жетуге асығатын да сондықтан. Енді міне ой қиялымен құс қанатына ілесіп, ақ көбік шашқан телеге теңіздің толқындарын қызықтап отыр. Кішкентай баланың қолынан Смей тоққаштың жұлып әкеткен шағаланың әнтек әрекетті еріксіз назар аударады. Құстар әлемі туралы оқыған аңыз әңгімелері де еске салады. Кенет «Ағай, шай ішесіз бе?» деген дауыстан селк ете түсті де, шай таратып жүрген жас баланың қолындағы ыдысқа қарады. Қызыл күрең шайға онша зауқсыз соқпады. Бұғаздың Азия жағалауынан Европа жағалауына қарай бағыт алған туристік кеме бара жеріне асыққан жұрттың көңіліне жайбырақат, баяу қозғалып келе жатқандай болып көрінеді. Босфордың айдыны көзге шағылысып шалшылт етеді. Теңіздің бір шетінде қарақұм халық, екінші тұсында тарихи ғимараттар, жолаушылар имену айлағына жақындай бергенде азан шақырыла бастады. Төлеген кемеде жүгіре түсіп, жол бойында тұрған таксилердің біріне отырды. Сүлеймен мешітке қарай бет алды. Стамбулдың үшінші төбесіне сан ғасырлар бұрын бой көтеріп, қала сәулетіне сан қосқан мешіттің мұнаралары азан шақырған сайын биіктей түскендей болады. Күмбезді айнала шыққан көгершіндер азаншының даусына құлақ тұрып, жерге қона бастағандай, әлем сақтан бері талай-талай замандардың көзін көрген кәрі шынардың жапырақтары да сол мезетте баяу ғана сыптыр қақтан. Мешіттің алдында ойнап жүрген қайыршы балалардың күлкісі мұнда жиналған игі жақсылардың көңіліне әр қилы ой салады. Төлеген мешітке кірді де жамағатқа қосылып сапқа тұрды. Кот қонған тарихи ғимараттың тылсым ауасы сыртқы әлемнен мүлде бөлек секілді. Намаз аяқталғаннан кейін имам ұзағынан дұға оқыды. Оның дұғасы жалынып жалбарыну, мұң шер тарату емес, көкке қарай жайылған қолы аспанға женіп тұрғандай. Иманның көңілі алабұртып, әрбір сөзін нақыштап, тәпсісін моншағындай керіп отыр. О, ұлы Алла Тағала, біз сенің шексіз жарығына зәруміз, қараңғы түнде белгісіз бақытқа қарай сапар шегіп барамыз дейді имам. Бойымызда күш, жүрегімізде рең, санамызда ақыл жоқ. Жын қаққандай хал кешудеміз. Мына өмірімізді күйбеңмен өткіздік. Бел жазып тура жолға түсе алмай келеміз. Ауыр халге батқан арсыздар мен оларға бейжай қарап отырған санасыздар бар. Күнәһарлар тәубені ұмытып, адамдық құндылықтардан алшақтаған, қат-қабат қателігіміз ұшы қиырына көз жететіндей, теңізді кіріп ететіндей деңгейге жетті. Бір-бірімізді өлтіріп, бейкүнә жандардың көз жасына қаудамыз. Теңіздер мәйіттерді жағаға лақтыра бастады. Мұның барлығы басқалардан емес, біздің кесірімізден. О, Раббымыз,
мұнымыз осы, шеріміз осы, жар бола гөр, жәрдем ете гөр, өзінен үміт үзбейміз. Күнәһар пенделердің үмітсіздік иығына батудан сақтай гөр. Иманның сөзіне иыған жамағат дұға аяқталғаннан кейін орыннан тұрып, жаппай сыртқа беттеді. Тыста тұрған балалар олардың алдынан жүгіріп шығып, қайыртылай бастады. Олар үшін рахым күтудің ең ұтымды кезі де осы. Имам ұзағынан оқыған мінәжаттан кейінгі толқулы сәт еді. Төлегеннің дұғадан әсерленген соншалық отырған орнында тапжылмай қала берді. Көзі жасаурады. Шағала құстың жанарына шағылысқан көкпенбе теңізінің қараңғы тағдыры көз алдына елестегендей болды. Таудай толқындар шайқалған қайықтағы үрей ұшқан адамдарды көрді. Айсыз қараңғы түнде өлім құшқан балалардың дауысын естіді. Ендігі қалғандарын аман-сау жаға жеткізе көр, ұлы құдіретті деп алақан жайып жалбарындар. Сонан соң өзі туып өскен қаладағы көк базарда қысы-жазы сауда жасайтын шешесін, зейнетке шыққаннан кейінгі такси жүргізіп, жолаушыларды тасып жүрген әкесінің, жапжас бауырлары Айман мен Айбектің амандығын тілеп, дәл осы мезетте олар не істеп отыр екен деп қиялдады. Олармен бірге ақтастырхан басында шеркелесіп, әңгімелескісі келді. Әкесінің көлігін жуып, шешесінен жәрдемдесіп, әні қарындасымен бірге кітап оқуды армандады. Еріксіз көзіне жас ақты. Отбасын, әке-шешесін, бауырларын сағынды, қатты сағынды. Төлеген бір сәт еңсесін тіктеп, төңірегіне көз тастағанда өзінің жалғыз қалған аңғарды. Сыртқа шығып, терең тыныс алды. Сәулет өнерінің жауһары болып саналатын үлкен мешіттің келбетіне қарады. Мәрмәр тастан тұрғызылған тарихи жәдігердің іргетасына таңғалды. Егер бұлар көшеде жатса, жай ғана елеусіз тас болып қана қалар еді. Ешкім оған мән берместе еді. Ал мына тарихи жәдігердің бір бөлшегіне айналған соң қадірі артты. Әсілі адам баласы да солай емес пе? Абай атамыз айтқандай, кетігін тауып қанат қылатын болса, қадір қасиеті артып шыға келме. Ешкім өзінің туған жеріне алыста, айсыз қараңғы түнде ұшы-қиыры жоқ теңіздің ортасында қалмау керек деп ойға батып күрсінді. Сонысы мешітке қарама-қарсы тұрған тарихи асханаға қарай бет алды. Дәмханаға қарай төселген тас жолдың бойында ойнап жүрген сириялық балалар Төлегенді күтіп тұрғандай түрік-түрінде Алла ризалығы үшін деп қолдарын соза бастады. Балалардың үсті бастары алқам-салқам, жалаң аяқтарына рәзенге сүйретпе киіп алған. Шаштары ұйпа-типа, көздері ісіңкі. Олардың ар жағында әңгімелесіп тұрған әйелдер Төлегеннің салқын қандылық танытқанын көріп, өз тілдерінде балаларға айқайлап, қойындар дегендек қолымен белгі беріп жатты. Төлеген олардың көзіне тура қарамай, жанына жылдам өтіп кеткісі келді. Кенет асханаға жақындай бергенде, әлде біреудің жіпченшке саусағы пиджагының жеңіне тартқан сезді. Алла үшін көмек беріңізші, ағатай, деген қазақ қызының нәзік үні жүрегін шым еткізді. Ол бірден тоқтай қалды. Ам-там болып. Сен қазақсың ба? Мұнда не істеп жүрсің? Деді. Қызыл жаман көйлек киген, шашы ипа-типа кішкентай қыз үндемеді. Бұл қазақша сөйлейді деп күтпеген болса керек. Сірә. Төлегеннің көзіне тік қараған қыз бірден түрік тілінде көші. Алла ризалығы үшін жалынамын, деді қолын созып. Төлеген енді қос тілді араластыра сөйлеп қайта сұрады. Әке-шешең қайда? Туған туыстарың бар ма? Мұнда не істеп жүрсің? Әлгі адасып кеттің бе? Атың кім? Қыз қайтып қайтпады. Ол қыздың қолынан ұстап, бетіне жанашырлықпен қарады. Аш емессің бе? Тамақ жедің бе деп сұрады.
Бұл жәутеңдеп қараған қыз өзінің аш екенін айтып жылай бастады. Көз жасы шаң құмған қара торы жүзін айғыстап, ала-қыла із қалдырып жатты. Төлегеннің кішкентай қызбен сөйлесіп тұрғанын байқаған бір қара орамалды әйел лезде жүгіріп келіп, қызды құшақтап, жартылай түрікше, жартылай өз тілінде жұбата бастады. Жылап тұрған қыз әлгі әйелдің көйлегінің ұзын етегіне жармасып алды. Төлеген өзінің Қазақстаннан оқу үшін келгенін, 2 жылдан бері Стамбулдың Азия жағалауында тұратындығын, ешкімге ешқандай зиян тигізгісі келмейтінін, тек мына қызға тамақ алып бергісі келетінін айтып, түсіндіре бастады. Қара орамалды әйел қыздың басынан сипап, "Көрдің бе, қызым, ол да сен сияқты қазақ екен, саған аға болады" деп жымиды. Қыз сонда да әлгі әйелдің етегіне айрылмады. Төлеген оларды бірге тамақтануға шақырды. Өйткені қазақ қызының бұл жерге қалай келгенін, отбасының қайда екенін, сириялық әйелдің оларға қандай қатысы бар екені анықтап білгісі келді. Ал әйел болса, басын қайта-қайта шұлғып, "Сізге үлкен рахмет" деді. Сонан соң қыздың қолынан тартып, "Жүре ғой, асхананың артынан барып, тамақ терейік, сол жерде тоқаштар да дәмді. Кеттік пе?" деп Төлегеннің бір түрлі ыңғайсыздана бастады. "Сонда сіздер қоқыстан тамақтанасыздар ма?" деп сұрады. Бұл шыдай алмай жаға суалған жүдеу үнді қара торы әйел. "Сен де біз сияқты мұсылман екенсің, алыстан келіп білім алып жүрсің. Біздің жағдайымыз өзіне белгілі ғой, оның үстіне аз емеспіз" дейді. Қайыршы балаларды және оларды жұмсап тұрған бір топ әйелді көрсетіп. Төлеген аш арық жүдеу қызға бір, мешіттің маңында сириялық балаларға бір көз тастады. Сөйтуде есіне бірдеме түскенге, "Қазір күте тұрыңдаршы, мен асхананың иесімен сөйлесіп көрейін" деп асханаға қарай бұрылды. Ел жұртқа мәшһүр тарихи асханасы иесі Мехмет биді Төлеген бұрыннан таныш еді. Әр намаздан соң осы асханадан тамақтанатын. Мехмет би түркі әлемі десе ішкен асын жерге қоятын ұлтшыл азамат. Кейде мұнда орталық Азиядан келген студенттерге тегін тамақ беріледі. "Біз де ата жұрттан келгенбіз, сіздер де бауырлармыз. Болса, мұндай жалғызсырап қалар ма едік" деуші еді сонда. Төлеген Мехмет биге мән-жайды айтып түсіндірген болды. Қазақ қызына сириялық әйелдер мен балаларға тамақ алып бергісі келетіндігін, бірақ ақысын кейін төлейтіндігін айтты. Алғашқыда бұл ұсынысты Мехмет би бірден қабылдай қоймаған сияқты еді. Бірақ артынша Төлегеннің сөзіне сенім білдіріп, "Алладан қайтсын, бауырым, бүгін Құдайға шүкір, табысым жаман емес. Дегенмен, саған бірдеңе айтайын ба? Әуелде бізді сириялық бауырларымыздан қасақана жиендірілді ғой. Қазір мұсылманға жаны ашылмайтын заман болып кетті. Осыны біле тұра жақсылық жасауға жарамсақ, таң азаннан қара кешке дейін несіне терлеп тепшіп еңбек етіп жүрміз" деді. Сол сәтте қуанғаннан Төлегеннің төбесі көкке жеткендей болды. Аздан соң асхананың алдына жайылған дастарханға бас салған балаларға қарап отырған әйелдер көз жасын сүртіп, бірде асхананың иесіне, бірде Төлегенге алғыс айтып, ризашылықтарын білдіріп жатты. Балалардың дәл осындай дәмді бұршақ сорпасын көптен бері ішпегені көрініп-ақ тұр. Сорпаға арнайы туралған пияздың өзін апақалап, көпалақтап, ауызға тығып жатыр. Қара орамалды әйелдің қасына отырған Төлеген енді кішкентай қазақ қызы туралы білгісі келіп сұрай бастады. Ол асықпай, аптықпай сорпа ішіп отырып, "Бауырым, бұл қыздың есімі Айсамал" деп әңгіме айтуға көшті. "Биыл 6 жасқа толды. Біз туысқан емеспіз. Шешесі Айнұрмен Шамда көрші болдық. Айсамал менің оқушым еді. Ол
Мен ол жақта бастауыш сыныптың мұғалімі болып істедім ғой. Міне, енді өзің көріп отырғандай, соғыстың кесірінен осында келіп босып жүрміз. Айсамалдың әкесін көрген емеспін. Сирияға соғысу үшін бала-шағасымен бірге келіпті деп естігенмін. Мол табысқа кенелемін деп ойлаған болса керек. Әйелі мен қызын Шамға тастап кетті. Артынан оның Халидтегі шайқаста өлгені туралы хабар келді. Мәйітті де жеткізген жоқ. Ал шешесі қайда? Оған да бірдеңе болды ма? Деп сұрады Төлеген, үрейленіп. Айнұр Сирияға келгеннен қатты өкініп жүрді. Отанына қайтып ораламын деп талай әбігерге түсті. Туған-туыстарына хат жазып еді, жауап болмады. Жалпы Сирияға келген адамның қайтып оралуы өте қиын ғой. Қазір ол жер барса келмес секілді соғыс алаңы емес пе? Бір күні екі баламен бірге Айсамалды да алып мектепке кеткенмін. Құдай бізді сақтапты. Үйімізге зеңбіректің оғы түсіп, үлкен жарылыс болды. Сөйтіп өмір бойы жиған тергенімізден айырылып, жер сипап қалдық. Пәни дүние дегенің осы екен. Күйеуімнің қайтыс болғанына 3 жылдан асты. Біз үйсіз қалдық. Айнұр сол кезде қатты жараланып, ауруханада жатты. Ол есін жиған соң Ақтеңіз арқылы Түркияға жетуге болатын білдік. Осындағы босқындардың лагерін паналап, тыныш өмір сүреміз деп ойладық, деді қара орамалдагер көз жасын сүртіп. Теңізден қалай өттіңіздер? Қолымыздағы қалған дүниені беріп, бір қайық жалдадық. Бізбен бірге кеткісі келгендер көп болды. Бала-шаға, кәрі-құтан, қатын-қалаш бәрі ілесті. Біз шыққанда күн ашық еді. Қас қарайғанда бір сұмдық басталды. Сонда не болды? Құдай оны ешкім көрсетпесін. Кеш түскен соң жел көтерілді. Толқындар бірте-бірте биіктей берді. Ондай қорқынышты мен соғыс майданда да сезінген емеспін. Қайғымыз тіпсіз бір қараңғылыққа сіңіп бара жатты. Келесі бір сәтте таудай болып толқын кеп, бізді аспанға лақтырды. Қолымызды соссақ бұлттарға тиетіндей болды. Сол кезде бір әйел баласымен бірге ғайып болды. Сосын тағы қария кетті. Қасымызда отырған Айнұрдың да көз жазып қалдым. Кішкентай Айсамал менің етегіме жармасып жан сақтапты. Тағы бір толқын келіп соққанда өзінің де есім ауып бара жатқанын білем. Кейін көзімді ашсам, кеменің ішінде жатыр екенмін. Төңірегімде жұрт жинақ қалыпты. Қара орамалдагер әңгімесін айта отырып еңіреп жылады. Дастархан басындағы әйелдер де көз жасын тия алар емес. Төлегеннің тұсында отырған Мехмет би де санын соғып, басын шайқай берді. Жыламаңыз, Алланың бұйрығы ғой, балаларын заман есен қалыпты. Шүкіршілік етіңіз, деп шұбатты Төлеген. Бірақ өзінде көмейінде өксік тығылып, әрен сөйледі. Содан кейін, кешіріңіз, сіздің есіміңіз кім болады, деді. Есімім Иса, деді әйел маңайына түскен орамалын түзеп. Сонан соң жас жігітке тік қарады. Ұзақ уақыт бойы көкірегінде жиналған ауыр салмақтан құтылғысы келгендей әңгімесін қайта жалғады. Ойлап қарашы өзің, Сирияда соғысып жатқандарды емес, оларды соғыстырып қойып, байлыққа бешесінен батып отырғандарды кінәлау керек емес пе? Менің білуімше жүздеген қазақ, қырғыз, түрікмен және басқа да ұлттың адасқан жігіттері мұнда жихад үшін келдік деп алданып жүр. Оларды адастырып отырған ағымдардан, содан кейін біреудің үйіне келіп шырқын бұзуда жихад болып па, деп сұрағым келді. Алла тағалалардан кешірет деп ойламаймын. Ондай қырғыннан ешкімде аманса оралған емес. Содан бұған ешкімге тоқта деп айта алмай ма? Біздер өлім үшін емес, өмір сүру үшін келдік емес пе бұл дүниеге? Әркім өз отанында тіршілік еткісі келеді. Балалардың бөтен елде қайыршы болып жүргенін ешкім де қаламайды.
Біздің де арманымыз бар. Бесік тербетіп отырып, айтатын ертегіміз бар. Соның барлығы бір ғана сәтте тас-талқан болды. Жаны көкке ұшып кеткен балаларымызды лақтырған толқындар емес, адамдар. Мұсылман атын жамылған екі жүздердің кесірі бізді тиіп отыр. Сирияда залымдар менің сіңлімді ұрлап әкетті. Қазір ол соғыс майданындағы бір қанішердің әйелі болып жүр. Кейін оны да өлтіреді. Нисаның күллі азаматты жерге қаратқандай ызалы, қорқынышты әңгімесін төлегенде қысылды. Шынында да Айсамалдың әке-шешесі сынды талай қазақ баласы Сирияда не істеп жүр? Оларды мұнда не шаруасы бар? Кішкентай балалардың жазығы не? Жер бетінде жайбарақат басып жүрген бақытта адамдар оқ пен оттың арасында аман шығып келген бұл балалардың бетіне ертең қалай қарайды? Нисан ханым Айсамалмен кездесіп тұруға рұқсат етесіз бе деп ол өтініп. Әрине болады. Өткенде бір мекемеге Айсамалдың бір-екі құжатын тапсырғанбыз. Егер анықтама қағаз шықса, қызымызды өз еліне жіберемін. Бұл өте ақылды қыз, деп Ниса оның бетінен сүйді. Мұны естіген Төлеген қатты қуанды. Үміт болған жерде бақытта болатын іштей сезінеді.